Көп жасаған қария-ай, ақылы ойы дария. Қоңырау шалып өтінді, қарттар үйіне жеткіздеп, шешімге келіп бекінді. Қарттар үйіне жеткіздеп, шешімге келіп бекінді. Естігенде бұл жайтты, қайысқандай қабырғам, жебедей тулап сансыз ой, мұңдандым жаным жабырқап. Жебедей тулап сансыз ой, мұңдандым жаным жабырқап. 80-нен асқан қария-ай, айтқан сөзі салмақты. Әңгімесін тыңдасаң, шежіре тұнған жан жақты. Сұрағанда мән жайды, егіліп тұрып жылады. Тістегендей бармақты. Сұрағанда мән жайды, егіліп тұрып жылады. Тістегендей бармақты. Қамығып жүзі тұр еді, жанардан жас шықпады. Бүлкілдей соға бастады, тас боп қатқан жүрегі. Ақтарды бар іштегісін табылар деп бір емей. Ақтарды бар іштегіні табылар деп бір емей. Сырты бүтін болғанмен жүрекке түскен жарасы. Қатпар-қатпар жүрегі ішінде мұң наласы. Жалғызы өтіп өмірден перзентсіз өткен пендемес. Қосағы озып өмірден қараусыз қалған жан екен. Қосағы озып өмірден қараусыз қалған жан екен. Уыз сүтті емізіп, мәпелеген өсірген. 3 жыл бір қыз бар екен, қамқорлығы жоқ мүлдем. Мансап қуып дүние байлық жинаған, бір заңгер бір сот әділдікті қорғаған. Қарттар үйіне барасың деп қатал үкім шығарған. Қолдан үміт қыздан қайыр болмаған. Ұядан ұшқан балапан ұяға келіп қонбаған. Ұядан ұшқан балапан ұяға келіп қонбаған. Қайтейін амалым жоқ не қылайын, қарттар үйін панағып дем қылайын. Тағдырдың қалағаны осы болсай, қайғыдан осы жерде көз жұмармын. Тағдырдың қалағаны осы болсай, қайғыдан осы жерде көз жұмармын. Жетімін бабаларым жылатпаған, жесірді жесір деп те сынатпаған.
ошақ отын сөндірмей қарттарын еш уақыттай қаңғыртпаған, қарттарын еш уақыттай қаңғыртпаған. Айналайын ағайын, қарт қазына байлығың, тіршілікте құрметпен аялауың парызың. Тіршілікте құрметпен аялауың парызың.